14 жасқа толған балаларға арналған. Қазір сот жүйесі уақыт талабына сай іргелі өзгерістерді бастан кешіріп, өз дамуында сапалық жаңа деңгейге көтерілді. Алайда жеткен жетістіктерге мастанып тоқмейілсуге болмайды. Сот жүйесіне деген ел сенімін арттыруда қандай шаралар атқарылуда? Сот саласында қандай соны серпін бар? Реформалар қалай жүзеге асуда? Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, эфирде Ақиқат алаңы. Бүгінгі студиямыздың қонақтарымен таныс болыңыздар. Жанат Оспанова, облыстық соттың судьясы. Бақытбек Елшібеков, облыстық мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының төрағасы. Нұрлыбек Қосанов, облыстық соттың судьясы, және де Эльмира Ахметова, қалалық соттың судьясы. Студиямызға қош келдіңіздер. Енді Жанат ханым, алдымен өзіңізден бастағым келіп отыр бүгінгі әңгімемізді. Жалпы бүгінгі сот жүйесінің жай-күйі қандай? Сот саласында қандай оңды өзгерістер, игі бастамалар бар? Осы тұрғысында ақпарат беріп өтсеңіз. Енді өздеріңіз де білесіз, тәуелсіздік жылдары осы сот жүйесінің толыққанды құқықтық жүйесі қалыптасты деуге болады. 2015 жылы ұлт жоспары ол сот жүйесінің дамуына жаңа кезеңге жол ашты деуге болады. Осынан кейін бұрын 5 сатылы сот жүйесі, енді 3 сатылы сотқа көшті. Сот корпусының құрамы сот актісінің сапасына талап күшейтіліп отыр. Онан кейін 2018 жылдан бастап сот жүйесінің сот төрелігінің 7 түйіні деген бағдарлама іске асырылып жатыр. Оның өзі 7 бағыт, басым бағыт белгіленді. Бұл басым бағыттар үлгілі сот, мінсіз судья, әділ процесс, смарт сот, коммуникациялық стратегия және сотқа дейінгі және соттағы татуласу деп. Ол әр бағыттың өзінің бағдарламалары бар. Мысалы айтатын болсақ, үлгілі судья дегенде, ол судьяның жеке басының адамгершілік қасиеттеріне, сонымен қатар кәсіби шеберлігіне көңіл бөлініп отыр. Онан бөлек судьяның тәуелсіздігін қамтамасыз ететін кепілдіктер жасалып жатыр. Мысалы, сотқа дейін және соттағы татуласу деген жаңа бағыт бар. Бұған бойынша енді жалпы соттағы іс жүргізудің негізгі міндеттерінің бірі ол дауды бейбіт жолмен шешу. Осы жаңағы соттағы және соттан тыс соттағы және соттан тыс татуласу деп отырғанымыз, яғни татуласу тетіктерін барынша көбірек қолдануға жағдай жасау болып табылады. Енді одан бөлек елбасының, президенттің қазір қойып отқан сот алдындағы міндеттері ол біріншіден сот кадрлың сапалық құрамын жақсарту, сот актілерінің сапасын арттыру және жаңағы болжамды сот практикасын, бірыңғай сот практикасын қалыптастыру деп айтып отыр ғой. Соған байланысты қазір уақытта 17 заң әзірленген. Оның 9 заңы қазіргі кезде қолданысқа енгізіліп отыр. 4 заң қазіргі кезде жоба ретінде талқыланып жатыр және 4 заң мемлекеттік органдармен талқылану үстінде. Енді бұл заңдар жаңа қабылданған заңдар аясында қазіргі жетістіктеріміз деуге болады. Қазір енді сотқа тұру үшін, судья ретінде өту үшін оның іріктеу жүйесі жетілдіріліп отыр. Жалпы талаптар қойыла ма? Қандай талаптар қойылады судья болуға? Енді судьялар конституциялық заңда белгіленген, оның міндетті түрде еңбек стажы болу керек. Мысалы 10 жыл стаж дейтін болса, қазіргі 5 жыл. Онан бөлек басқа да оның мысалы арнайы жаңағы тағылымдамадан өту керек, арнайы білім болу керек. Ол заңда көрсетілген осындай міндетті түрде талаптардан. Және ол сатылар бар. Ол жаңағы емтихандардан өтеді, әртүрлі тесттерден өтеді. Онан кейін жаңағы тағылымдамадан өтеді. Содан кейін ғана бар судья болуы мүмкін, яғни талап күшейтіліп отыр. Одан бөлек жаңағы сот кадрлерінің құрамын сапалық іріктеу, сапалық жақсарту мақсатында да бағалау жүйесі енгізіліп отыр. Енді мысалы судья тағайындалғаннан кейін 1 жылдан кейін оның өзінің судьялық қызметіне сәйкестігін анықтау мақсатында бағалау жүргізіледі. Онан кейін әр 5 жыл сайын тағы да бағалау жүргізіліп отырады. Яғни оның атқарып отқан кәсібіне лайықтығы, сәйкестігі тексеріліп отыр. Яғни бұл деп отырғанымыз судьялардың сапалық құрамын жақсарту мақсатында. Одан кейін бір міндет сот шешімдерінің сапасын арттыру деп отырды. Оған да бір шама жұмыстары жүргізіліп жатыр. Енді қазіргі міндет сот шешімі түсінікті болу керек халыққа. Түсіндіру жұмыстары жүргізілетін болды. Яғни соттың актісінің өзінің формасына, нысанына, мазмұнына нақты талаптар қойылды. Сол талаптарды ұстау судьялардан талап етіліп отыр. Енді қазіргі уақытта мына Қазақстан Республикасы парламентінің қарауына жоғары соттың әзірлеген заң жобасы ұсынылды қарауға. Енді Бақытбек мырза, жалпы осы заң жобасына сәйкес енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларға тоқталсаңыз, қандай өзгерістер бар? Енді жаңа ғана
Жанат Ануаровна осы қабылданған заңдардың тиімділігін айтып кетті. Енді қазір біз соттар ашық, мынау сындарлы қоғамдық диалогқа бет бұрып әрқашанда ашық. Осы мақсатта енді біз қабылданған заңдардың тиімділігін емес, қазір міне қабылданатын жобаларды да қоғамға, жұртшылыққа жеткізбекшіміз. Осы бағдарлама арқылы да мысалға қазір талқыланып жатқан бір заң жобасы Қазақстан Республикасы азаматтық процесс кодексіне соттар жұмысына заманауи форматтарын ендіру және артық рәсімдер мен шығындарды қысқарту мәселесі. Артық шығындар мен рәсімдерді қысқартуға тоқталсақ, қазір сот рәсімдерімен қабылданатын, мысалға қабылдағаннан бастап ұйғарым қабылдаймыз, одан кейін дайындық, тағайындау, әрбір ұйғарымдар қабылдаймыз, түпкілікті нысанда шешім қабылдаймыз. Соның бір артық рәсімдер деп кейбір ұйғарымдарды қабылдамай қоюға да болады деген өзгерістер бар осы заң жобасында. Мысалға, оңайлатылған іс жүргізу тәртібімен істі қабылдаймыз біз. Олмен келіспесе тарап, онда жалпы тәртіпке өтеміз. Келіссе бірден шешім шығарамыз 15 жұмыс күні ішінде. Ал келіспесе жалпы тәртіпке өтуге ұйғарым шығарамыз. Сол ұйғарымды қазір алып тастап отыр. Одан кейін біз жалпы тәртіпке өтіп тағы да дайындауға ұйғарым шығаратынбыз. Сол дайындау ұйғарымында көрсетіп кетеміз. Сонымен қатар тағы бір жаңағы рәсімдерді қысқарту бір мәселесі. Кейде уақытты үнемдеу ғой, енді кейде іс бізге қателесіп түседі мысалға. Экономикалық сот деп айтайын. Экономикалық сот заң тұлғалар арасында бір тараптар кәсіпкер болу керек, болмаса заң тұлғалар болу керек, бір тарапы мемлекеттік орган болу керек, жеке тұлға болмау керек бір тарап. Жеке тұлғалар қалалық сотқа жүгінеді. Сол бізге кейде жеке тұлғалар жүгінеді, сосын біз түсіндіріп, кейбір кезде қателесіп басында жеке кәсіпкерім дейді, ол жеке тұлға болып шығады. Сөйтіп түсіндірген кезде біз айтамыз, ол қалалық сотта қаралу керек деп, қалалық сотқа жолдауға ұйғарым шығарамыз. Ол ұйғарым, мысалға, қазіргі қолданыстағы азаматтық процесс кодекс талаптарына сәйкес 10 жұмыс күнінде күшіне ену керек. 10 жұмыс күні дегеніміз ол 2 апта, 2 аптадан кейін барып қана басқа сотқа жолдаймыз. Сонда 2 аптасын жоғалтады. Ал қазіргі жоба бойынша, егер екі тарап сол соттылықпен келісіп, өтініш хат білдірсе, жазбаша дереу жолдаймыз. Бірден келесі күні бірден мысалға тиісті сотқа барып қарала береді. Сондай жаңашылдықтар көп мысалға. Енді сіз айтып отырсыз, жалпы қазақта бір сөз бар ғой, би екеу болса дау төртеу болады деп. Қазір мысалға қылмыстық сотымыз бар, ювеналдық сотымыз бар, сосын мамандандырылған ауданаралық сотымыз бар. Сонда соттың түрлері көп. Енді осы судьялар мен соттың санының көбеюі жалпы іспен дауды азайтып жатыр ма? Біз бұл соттардың санын көбейткенмен істі қиындатып жіберіп жатқан жоқпыз ба? Енді бізге жылдан жылға қоғам дамып отқаннан кейін даулардың түрлері де көбейіп отыр да. Мысалы, салыстырмалы қарайтын болсақ, 2010 жылы Қазақстан бойынша 1 миллион іс қаралады екен жылына. Ал 2017 жылға өсіп отырып, 2018 жылы іс қаралатын істердің саны 4,5 миллионға артқан. А судьялардың саны сол бір қалыпты деңгейде. Республика бойынша 2,5 мыңдай судья бар. Сол 1 миллионы қарап атқан судья енді 4,5 миллион істі қарап жатыр. Ол деп отқан істердің көбейгені, ол жүктеменің көбейгені істің сапалы қарауына кері әсерін тигізеді. Сондықтан ол біріншіден судьялардың маманданып әртүрлі соттардың құрылып атқаны, судьялардың санының көбейту мәселесін көтеріліп атқанда да ол негізгі мәселе қаралып жатқан істердің сапасын көтеру мақсатында. Енді осы заң жобасына қайтып оралсақ, Нұрлыбек мырза, жалпы енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың негізгі мақсаты қандай? Енді қандай болсын да заңның жобасы, сот жүйесінде қабылданып жатқан әрбір заң негізгі басты мақсаты сотқа келген тараптарға ыңғайлы және дауды тез қарауды көздейді. Одан бөлек жаңағыдай айтылғандай сот шығындарын азайту, уақыт үнемдеу басты мақсат, және де сотқа деген қолжетімділік пен ашықтылықты ары қарай жетілдіру. Сонымен қатар қазіргі кезде жаңа жобалардан да, жаңа талқыланып жатқан жобаға да өзгерістердің бірі, ол жаңа кейбір моменттерді, кейбір жағдайларды нақтылау болып табылады. Мысалы, қазіргі кезде жобаның аясында сот приставының құқықтық жағдайы, аудармашының құқықтық жағдайы нақтыланып отыр. Оның өзі де жаңа әр тарап өзінің жаңағы ойындағыдай емес, заңда көзделгендей ары қарай талқылап пайдаланатын болады. Яғни
басты мақсаты қолжетімділік, ыңғайлық, тез арада даудың шешілуін көздейді осы заң жобасы. Енді Эльмира ханым, жалпы заң жобасына сәйкес мынау Қазақстан Республикасының азаматтық процесстік кодексіне нақты қандай баптар енгізіліп отыр? Бұл жобаға сәйкес, жаңа заң жобасына сәйкес азамат процесстік кодексіне 5 жаңа бап енгізілмекші. Олар аудармашы, сот приставы, электрондық хаттама, атқарушылық өндіріс бойынша жауапкердің, борышкердің жылжымайтын мүлкіне өндіру туралы және сот отырысында техникалық құралдарын қолдану туралы баптар енгізілмекші. Енді бұл баптардың жаңа енгізілмекші дедік қой, енді соны не себеппен енгізілмекші, соған жеке тоқталатын болсақ, сот приставы мысалы, сот приставының құқықтық жағдай азаматтық процесс кодексінде көзделмеген. Бұл сот приставы сот отырысы барысында адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, соттың қалыпты жұмысын, сот отырысы залында жаңағы соттың қоғамдық тәртіптің сақталуын қамтамасыз етеді. Сондықтан құқықтық жағдайын сот приставының заңымен реттелмекші. Одан кейін аудармашы, сот отырысы барысында тараптардың біреуі сот ісін жүргізу тілін білмейтін болады, немесе жеткілікті білмейтін болады. Сондай кезде соттың тарапынан аудармашының көмегін тегін аудармашымен қамтамасыз етеміз. Бұл жағдайда енді аудармашының жаңа процессуалдық тұлға ретінде маңыздылығын ескеріп, оның құқықтық жағдайын заңмен реттеу көзделген. Енді мынау электрондық хаттама дейді. Енді жаңа сот жүйесіндегі жаңашылдықтардың бірі электронды іс жүргізу болып табылады. Азаматтық процесс кодексіне 2019-дың қателеспесем сәуір айында осы 11-де бір тарауы енгізілген болатын, электрондық іс жүргізу ерекшеліктер деген. Енді осы тарауға электрондық хаттама деген бап енгізілмекші. Бұл бап жаңағы электрондық хаттама, бұл яғни сот отырысында жүргізілетін аудио бейне жазба ғой. Енді былайынша ешқандай несі болмағаннан кейін хаттама, қысқаша хаттама болған, соны енді заңмен реттеп қойып отыр. Одан кейін жаңағы сот отырысында техникалық құралдарын қолдану туралы. Бұл жерінде енді бұл бапта негізі тараптардың сот отырысында заңсыз техникалық құралдарды пайдалану тәртібі және жауапкершілігі көзделген. Енді соттың рұқсатынсыз техникалық құралдарға жол берілмейді деп көзделіп отыр. Енді қазір заман талабына сай қоғамның барлық саласы цифрландыру үстінде ғой. Бұндай жаңалықтан заң саласы да тысқары қалып жатқан жоқ. Осы орайда сырбойлықтар сот жүйесіндегі цифрландырудың қандай игілігін көріп жатыр жалпы? Бұл сұраққа мен жауап берейін. Жаңа заңның қаралып жатқан заң жобасының өзі атап айтып тұр, соттарда заманауи форматтарды ендіру деп. Оның өзі, ол заманауи форматтарды ендіру, ол осы биыл ғана енді енейін деп жатқан жоқ ол. Ол бірнеше жылдан бері келе жатқан процесс, ол әрі қарай осы соттағы цифрландыруды одан әрі дамыту. Мысалға, қазір біз неше жылдан бері сот бұйрығын оңайлатылған іс жүргізу тәртібімен қабылданатын шешімдерді біз электрондық форматта салып жүрік. Ол бірнеше жылдан бері сотпен сот орындаушылардың базалары интеграцияланған, сол жаққа жолданады ол. Бірақ осының барлығы азаматтық процесстік кодекске нақты енгізілмей тұр. Соның барлығы азаматтық процесстік кодекске енгізіліп жатыр осы заң жобасымен. Сонымен қатар жаңа енді цифрландыруға байланысты айтып кетсем, қазіргі жетістіктері мысалға. Жаңа айтып кетті әріптесім, хатшылар бұрынғыдай бірнеше парақта ауқымды 10-15-20 парақтан тұратын хаттамалар болатын ертеректе. Қазір оның барлығы жоқ, электронды форматта бір парақта кім қандай уақытта сөйледі, барлығы аудио бейне жазбаға жазылады. Сонымен қатар барлық қазір 100%-ға жоқ, 90%-дан аса барлық соттарда бізге сот кабинеті арқылы түседі талап арыздар. Оның сол сот кабинеті арқылы түскендіктен сәйкесінше электрондық форматта жүргізіледі іс жүргізудің барлығы. Барлық талап арыздары, дәлелдемелері жаңа біздің төрелік ақпараттық жүйесінде жинақталады. Ол міндетті түрде сақталады. Әрі қарай қағаз форматқа өтем десе, тараптардың өтініш хаттарымен қағаз форматқа өтеміз. Енді қатысулары да мысалға қашық жерде тұрса, бір шалғай аудандарда тұрса, бізде сол аудандардағы соттарда бейне жазба арқылы қатысады, немесе телефондары көтеретін болса, планшеттер болса, онда Трюкомс деген бағдарлама бар, олмен де қатысып бізде сот залында барлығын
сот процесін көріп, өзі сұрақ қойып, жауап беріп, солай қатысады. Цифрландыру әрі қарай жалғасып жатыр, дамып жатыр. Енді бүгінде елімізде жоғары соттың бастамасымен мына медиация институтын одан әрі дамыту үшін кешенді шаралар қолға алынып жатыр. Алайда осы жаңағы татуластыру шараларының мән маңызын түсінбей қашқақтайтындар да аз емес. Осы облысымызда татуластыру шаралары жалпы қалай жүзеге асып жатыр? Бұл сұраққа мен жауап берейін. Жалпы медиация туралы заң қабылданғанына бірнеше жыл болды. Одан кейін де сот Қазақстан Республикасы жоғары сотының бастамасымен республика аумағында түрлі үлкен ауқымды шаралар жүргізіліп жатыр. Оны әрине өздеріңіз білесіздер, бұрынғы одақтың кезінде 70 жыл одақтың кезінде өмір сүрдік. Одан бірден адамның көзқарасын татуласуға алып келіп бет бұруға ол оңай шаруа емес, бір күнде бітетін жұмыс емес. Сондықтан да бірнеше жылдан бері осы жұмыстар республика аумағында жүріп жатыр. Нақты Қызылорда облысына келетін болсақ, мысалы бүгінгі күнге Қызылорда облысының билер кеңесі құрылған болатын, былтыр сәуір айында Қызылорда облысы әкімінің өкімімен құрылған. Оның мүшелігінде 9 биіміз бар. Ол тек Қызылорда қаласында емес, әрбір ауданда өздерінше құрылды. Әрбір ауданда өзінің билер кеңесі бар. Осы билер кеңесі халық арасында татуластыру рәсімдерін, тиімділігін, бітімгершіліктің жақсы жағын насихаттап, халықпен кездесіп, одан бөлек халықты қабылдап, оларға түсіндіріп, барынша тараптарды сотқа жеткізбей, сотқа дейін, әсіресе жастар жағы, әсіресе неке бұзу мәселелері көп қазір. Соларды сотқа жеткізбей, бітістіруді көздеп жұмыстарын жасап жатыр. Қайтып айтайын, әрбір ауданда ол қазір бар билер кеңесі. Одан бөлек кеше жақында осы біз Қызылорда қаласы әкімдігі жанында отбасылық кеңес құрдық. Оның қатарына медиатор, сот қызметкері, адвокат, сот орындаушы барлығы енгізілген. Әкімшіліктің қызметкері, оның да басты мақсаты сотқа дейінгі тараптарды сотқа дейінгі татуластыру, жаңағы зорлық зомбылыққа ұшыраған отбасыларға құқықтық кеңес беру, бағыт бағдар беру. Сондықтан одан бөлек жаңадай жалпы алдағы уақытта ерлі зайыптылар болып жаңағы бел буған жастарға ерлі зайыптылықтың жалпы үлкен өмірдің түсіндірмесін беріп, алдағы уақытта жаңағы болмашы нәрсеге жаңағы сотқа бармау үшін осылардың негізгі бағыттарын, үгіт насихаттарын жүргізіп жатыр. Енді осы айтып отырған институттарыңыз жалпы сот өндірісіндегі істердің азаюына қаншалықты ықпал етіп жатыр? Бұл бір аты барда заты жоқ институт болып қалып отқан жоқ па қазір? Жоқ, әрине оның бізге үлесі, қосып жатқан үлесі өте көп. Одан бөлек жаңа айтып кеттім, 2016 жылы жаңадан азамат процесс кодекс, қазір қолданыстағы кодекс 2016 жылы енгізілген болатын. Онда да судья медиатор деген институт жаңадан енгізілген болатын. 2016 жылы қазір кезде ол судья медиатордың да өзінің тиімділігін көрсетті. Нақты айтсақ, сотқа келген тараптарды ол татуластырады. Сотқа жаңа енді арызбен келген адамдарды судья медиатор қабылдап, өз татуластырады. Одан бөлек соттың үстінде әбден судья кеңесу бөлмесіне бөлінгенге дейін де татуластыру шараларын жүргізеді. Әрбір сот отырысында түсіндіреді, әрбір сот отырысында тараптарды ыңғайлы жағдайларын айтады. Жаңағы сөйтіп жұмыс істейді. Ал жаңағыда билер кеңесін әрине ол бізге маңызы өте зор. Себебі жаңа тек қана сотқа дейін емес, жалпы халық арасында бітімге келуге болатынын, сотқа барудың қажеттілігі жоқ екендігін үгіт насихаттың өзі ол әрине құнды біз үшін. Соттар үшін де, халық үшін де. Енді осы 100 нақты қадам, жалпы елбасымыздың салып берген 100 нақты қадам ұлт жоспары шеңберінде сот жүйесінде бүгінде қандай шаралар атқарылуда? Мен білсем, осы 11 қадам ол сот жүйесіне бағытталған. Енді ол сот 100 қадамға қатысты барлық қадамдар қазіргі кезде іске асты деуге болады. Олардың барлығынан негізінен бірте-бірте ол жаңағы бүкіл процесстер аудио, бейне, жазба болу керек дейді, ол қамтамасыз етіліп, ол қамтамасыз етіліп жатыр. Және жаңағы заманауи технологияларды енгізу және халыққа қолжетімді сервистерді енгізу, олардың барлығы шешіліп жатыр. Онан кейін жаңа ең басты осы 100 қадамның ол жаңағы 5 сатылы соттан 3 сатыға көшу деген, ол да көшті. Енді мен тағы да бір қосып айтқым келгені, қазіргі жаңағы енгізіліп жатқан заңдардың барлығы сол 100 қадамды іске асыру мақсатында жүргізіліп жатыр ғой. Енді осы жобада қазіргі кезде әлеуметтік желілер болсын, қоғамда көп талқыға түсіп жатқан бір мәселе осы жобаға қатысты. Бұл судьяның рөлін, азаматтық іс жүргізудегі судьяның рөлін арттыру мәселесіне қатысты даулар, жаңағы әртүрлі пікірлер туындап жатыр да. Енді бұл қазіргі жаңағы кодекске енгізілген өзгерістердің біреуі бұл
мысалы іс жүргізудің өзінің міндеттері бар. Ол бірінші бұзылған құқықтарды қалпына келтіру, заңдылықты қамтамасыз ету, құқық бұзушылықтардың алдын алу және дауларды бейбіт жолмен шешу деген. Соған қоса тағы да бір міндет қосылып жатыр, бұл істердің толық және уақытылы қаралу деген. Толық қаралу деген не деген? Ол яғни істің жан-жақты қаралып, сол істің шеңберінде барлық шешімін табу деген. Қазіргі жағдайда бізде мысалы былайша қазіргі сот іс жүргізудің принципі бойынша екі тарап тең сайыспалық, теңдік ретінде өздерінің сотқа дәлелдемелерін ұсынады, сот дәлелдеме жинақтаудан босатылған деген. Яғни сот бейтарап орган. Тараптар қаншалықты дәлелдемелерін әкеледі, қаншалықты дәлелдейді, соған сәйкес шешім қабылдайды. Көп жағдайларда олар тараптардың құқықтық сауаттылығы төмен болуы мүмкін, соған байланысты олар өздерінің мүдделерін, өздерінің құқықтарын қорғай алмауы мүмкін, қажетті дәлелдемелер ұсынбауы мүмкін. Соған сәйкес жаңағы енгізіліп жатқан өзгеріс судьяның рөлін арттыру, яғни әлсіз тараптарға мүмкіндік жасап дәлелдеме алдыруға көмектесу деген бап қолданылы жаңағы енгізілген деп жатыр. Оған енді қоғамдағы теріс пікірлер айтып жатқаны, бұл егер жаңағы сотқа мұндай құқық беретін болсақ, судьялар өздерінің жаңағы құқықтарын теріс пайдалануы мүмкін, тараптарға артықшылық көрсетуі мүмкін деп не қылып жатыр да, бірақ бұның өзінің тетіктері бар. Енді сот қандай жағдайда ол заңдылықтың шеңберінде, яғни шешуге тырысады, егер келіспеген жағдайда тараптардың оның шағымдануға құқы бар, соттың шешімімен келіспеген жағдайда. Бірақ бұл принцип жаңа қазіргі уақытта сот жүйесіне қажет деп есептейміз. Өйткені соттың рөлін міндетті түрде жаңағы жоғарылату керек деп ойлаймыз. Енді қазіргі таңда мынау халық арасындағы ең өзекті сауалдардың бірі бұл құқық қорғаушыларға жалпы халықтың сенімі қаншалықты дәрежеде деген сұрақ. Осы сұрақ жалпы мынау қарасынан қылтиған бір бәйшешектей болып ел арасында көп қойылып жүреді. Ал енді бүгінгі сотқа деген халықтың сенімі қай дәрежеде, қандай дәрежеде? Енді қазір жасалып жатқан осы жаңа өзгерістердің бәрі, жаңалықтардың бәрі сотқа деген сенімнің арттыру мақсатында ғой. Енді ол жаңағы қолжетімділік, процестердің барлығы ашықтығы, енді қазіргі уақытта сенімнің жаңағы істерінде көбейіп жатқаны ол сотқа деген сенімнің артып отқанының белгісі шығар. Өзгерістер көп. Бірнеше баптар өзгерістер мен толықтыруларға ұшырады. Мәселе. Жаңағы азаматтық процестің міндеттеріне қатысты жаңа әріптесім айтты. Енді мен әрі қарай қосымша мынау артық рәсімдерді қысқартуды қосымша айтсам, өткен қабылданған заңдар бойынша қазір соттар артық жүктемеден азайып, біраз істер азайды. Нотариусқа берілді, даусыз істер, бұйрықтық іс жүргізумен қаралатын істер нотариусқа берілді, ал оңайлатылған іс жүргізумен қаралатын тәртіптегі істер олар бұйрықтық іс жүргізуге көшірілді. Әрі қарайда енді бір тиімділігі, мына оңайлатылған іс жүргізу тәртібімен қаралатын істің тиімділігі 15 жұмыс күнін береміз. Талап арыз түскеннен кейін тарап жауапкерге пікірін береді. Әрі қарай 15 жұмыс күн ішінде тараптарды шақырмай-ақ біз шешім қабылдаймыз. Ол санатта бұрын бірнеше санат болса, екі-ақ санат қалды. Белгілі бір сома мөлшеріндегі талаптар және келісімшартқа негізделген талаптар бойынша. Сол тиімділігін көрсетіп жатыр, сондықтан да қазір оның жаңағы мөлшерін көбейтті. Мысалға, тараптар талап қоюшы мысалға заңды тұлға 700 айлық есептік көрсеткіштен аспайтын, жеке тұлға дара кәсіпкерлер 200 айлық есептік көрсеткіштен аспайтын талап қоюлар бойынша жаңа оңайлатылған іс жүргізу тәртібімен сотқа беретін, біз қарайтынбыз. Енді соны әрі қарай мөлшерін көбейтті. Қазір заңды тұлғалар 2000 айлық есептік көрсеткіштен аспайтын сомада, жеке тұлғалар, дара кәсіпкерлер 1000 айлық есептік көрсеткіштен аспайтындай сондай өзгерістер енгізілді мысалға қосымша. Одан басқа мынау талап қоюды қамтамасыз етуге байланысты да өзгерістер енді. Талап қоюды қамтамасыз ету бұрын бізге сотқа осындай жағдайлар болатын. Кезінде талап қоюды қамтамасыз ету шарасы қойылған, кейін бірнеше жылдан кейін сотқа жүгініп болып тұрады. Талап қоюды қамтамасыз етудің күшін жойып беріңіз бізге деп тараптар келіп тұрады. Істі архивтен көтереміз. Ал қазір сол талап қоюды қамтамасыз етуге 1 жыл нақты мерзім белгіленді. Одан кейін оның күші болмайды. Ол шешіммен. Ал сонымен қатар іс тоқтатылған жағдайда, яғни қысқартылған жағдайда, қараусыз қалдырылған жағдайда, ондай жағдайда сол ұйғарымдар күшіне енгеннен кейін оның сәйкесінше жаңа талап қоюды қамтамасыз етудің де күші жойылады.
жаңағы ұзартуға бір жылдан кейін қажет болса өзі тарап жаңағы талап қойшы өзі ұзартуға сотқа жүгіну керек. Оны да жаңағы жеңілдетіп отырып тараптарды шақырмай қарауға болады. Түсінікті. Қадірменді қонақтар, бүгін студиямызға келелі ой кесімді пікір айтқандарыңызға алғысымызды айтамыз. Қашанда жұмыстарыңыз жемісті, кәсіптеріңіз келісті болсын. Қадірменді көрермен, бізге берілген уақыт осы жерден тамам. Келесіде кездескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай.